Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымызда сіздер мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бересіздер және сөйлем ішінен сөйлемнің тұрлаушы мүшесі бастауышты анықтайсыздар. Оқулығымыздың 99-шы бетін ашып, 5-ші жаттығудағы мәтінмен танысамыз. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздарымен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыннан жасалады. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Балалар, мәтін не туралы екен? Дұрыс айтасыздар, ең алғашқы сәулеттік құрылыстың бірі киіз үй туралы. Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған? Дұрыс балалар, ата-бабамыз киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы болғандықтан киіз үйді пайдаланған. Киіз үйдің негізгі бөлшектеріне нелер жатады? Өте жақсы, киіз үйдің негізгі бөлшектеріне кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық жатады. Кереге неден жасалады? Керемет жауап. Кереге сапалы талдың ағашынан немесе қайынның ағашынан жасалады. 6-шы жаттығу бойынша берілген сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Киіз үй тігілді, атам төрге жайғасты, балалар далада ойнады. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қоямыз. Не тігілді? Киіз үй тігілді. Кім төрге жайғасты? Атам төрге жайғасты. Кімдер далада ойнады? Балалар далада ойнады. Киіз үй не деген сұраққа, атам кім деген сұраққа, ал балалар кімдер деген сұраққа жауап беріп, қимыл іс-әрекеттің иесін білдіріп тұр. Олай болса, қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер, кімді, кімнің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ауылдан әкесі келді. Ауылдан кімі келді? Ауылдан әкесі келді. Бұл сөйлемде әкесі деген сөз бастауыш. 8-ші жаттығудағы нақыл сөздерді көркем етіп жазамыз. Нақыл сөздердің мағынасын қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыздар, шаңырағымыз шайқалмасын дегеніміз, отбасымызда ешқашан ұрыс-керіс болмасын деген мағынада айтылған. Алғашқы сөйлемді сөйлем мүшелеріне талда. Дұрыс балалар. Нен шайқалмасын? Шаңырағың шайқалмасын. Шаңырақ деген сөз бастауыш. Шаңырағың не істемесін? Шаңырағың шайқалмасын. Шайқалмасын деген сөз баяндауыш. Киіз үйге қатысты тағы қандай нақыл сөздерді білесіздер? Өте жақсы жауап бердіңіздер. Шаңырағың биік болсын, керегең кең болсын. Тапсырма бойынша ұшты, қонды, сайрады деген сөздерге қатысты қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді тауып айт. Дұрыс айтасыңдар балалар, әрине бұл құс. Келесі тапсырма бойынша оқыды, жазды, есептеді деген сөздерге қатысты қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді тауып айт. Дұрыс айтасыңдар, әрине бұл оқушы. Сонымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бастауыш дегеніміз не? Бастауыш қандай сұрақтарға жауап береді? Үйге тапсырма 7-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрап жаз, құраған әңгімеден бастауышты тап. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.